қазір не үшін жиналып отырмыз осы жерде? Біздің жиналып отқан себебіміз менің отбасым, менің қандай кітап оқимыз отбасымызбен, сол туралы әңгіме өткіземіз. Мынау менің қолымдағы кітап «Білгеннің пайдасы» деген кітап. Бұл кітаптың ішінде неше түрлі әңгімелер, өлеңдер жинағы, ертегілер бар. Бұл кітапта Абай Құнанбаевтың, Сәкен Сейфуллиннің, Мағжан Жұмабаевтың әңгімелері бар, өлеңдері бар, ертегілері бар. Кәне содан кім қандай өлеңдерін біледі, ертегісін біледі, айтып беріңдерші маған. Мен Абай Құнанбаевтың «Қолым таппай мақтанба» өлеңін білемін. Қаттырақ айт. Айта ғой әкел. Қолым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, 5 асылыс көнсеңіз. Ой, жарайсың, рахмет айналайын. Молодец. Ал енді, осы мына кітаптың ішінде Мағжан Жұмабаев аталарыңның өлеңдері бар. Кім оны біледі? Мен жастарға сенем деген өлең тақпағын білемін. Айта ғой кәне. Арыстандай айбатты, жолбасты, қайратты, қырандай күшті, қанатты, мен жастарға сенемін. Ой, жарайсың, Нұрмұхамед. Жақсы айттың, рахмет, көп жаса. Ал енді сендер қандай ертегінің түрлерін білесіңдер? Басақ. Халық ертегісі, Қоян. Таусоғар. әдебиет ертегісі, қиял ғажайып ертегі, Таусоғар. 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 Көл таусар. Көл таусар. Талағай, тау көтерер, толағай. Кербұлатты. Кендебай және Батырлар, қандай батырлар туралы ертегі білесіңдер? батырлар туралы, сол Кербұлатты Кендебай және тау көтерер, толағай, ол тоже батырлыққа жатады. Ал енді аңдар туралы, жануарлар туралы қандай ертегілер білесіңдер, Мұхаммед? Бауырсақ. Бауырсақ па? Онда бауырсақты айтайық кәнекей. Мен сендерге айтып берейін, сендер ойнап беріңдер маған. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Ертегісі қызық екен. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Ол шал бір күні кемпірге айтады: «Әй кемпір, сен маған бауырсақ жасап берші» дейді. Сосын кемпір айтады: «Үйде ойын жоқ қой, қайдан жасаймын» дейді. Шал айтады: «Анау жерде қаптың түбінде қақсаң бір уыс ұн шығады» дейді. «Содан маған бауырсақ жасап бер» дейді. Кемпір барып бір уыс ұн қағып алып, шалына бауырсақ жасап береді. Жасап пісіріп, суысын деп терезесінің алдына қойып қояды. Содан кейін бір уақытта қараса, бауырсақ жоқ, домалап кетіп бара жатыр дейді. Сосын бауырсақ домалап кімге кездеседі екен? Қоянға кездесіп. Сонда қоян не депті? Бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Бауырсақ. Мен сарқан өлең атып берем. Мен атадан қасымен, әжеден қасымен, сенен қасым. Қоян, ой жарайсың. Сөйтіп бауырсақ тағы да домалап кетіпті. Домалап келе жатқанда алдынан сұр қасқыр шығыпты. Қасқыр не депті бауырсаққа? Бауырсақ, мен сені жеймін. Сондан кейін бауырсақ не депті кәне? Жемесің. Қаттырақ айт. Жемесі. Мен сарқан өлең атып берем. Мен атадан қасымен, аюдан қасымен. Қояннан қастым. Қасымен қоядан қасымен. Енді? Сенен қасым. Сенен де қасам қасқыр депті. Сөйтіп бауырсақ тағы да домалап кетіп бара жатқанда алдынан үлкен аю шығады. Аю не дейді кәнекей? Бауырсақ, мен сені жеймін. Жемесің. Мен өлең атып берем. Мен атадан қасымен, әжеден қасымен, қояндан қасымен, Қасқырдан қастым. қастан қасымен. Енді сенен де қасам аю. Сенен қасам аю. Сөйтіп домалап, тағы да домалап бауырсақ кетіп қалады. Сөйтіп домалап келе жатқанда бауырсақ қайда келеді? Орманның ішіне кіріп кетеді. Орманның ішінен қараса,
алдынан түлкі шығады. Түлкі көреді де бауырсақты не дейді? Кәнекей. Нұрмұхамед. Бауырсақ, маған өлең айтып берші. Әйтпесе мен сені жек қоямын. Мен асылдың қасымен, атардың қасымен, қояндан қасымен, қасқадан қасымен, айымдан қасымен. Енді күлкі. Сенен қасымен. Сенен қасам депті. Сосын түлкінің құлағы естімейді екен, Түлкінің жанына барып айтшы. Кәнекей. Жанына қасып Кәнекей, айта ғой. айтшы. Сен мені жемеші. Емесің мені. Мен өлең айтып берем. Мен атадан қасымен, әжеден қасымен, Аюдан. мен әжеден қасымен, қасқадан қасымен, қояндан қасымен. Енді сен енді. Сенен де қасам. Ой, сөйтіп атқан кезде түлкі бауырсақты ат деп аузына салып жеп қойыпты. Сол кезде ол бауырсақтың бәрінің әңгімесін төбеден қарға естіп тұр екен, ағаштың басында. Қарға бауырсақты жеп қойған кезде айтыпты. Іс бітті, қу кетті депті. Сөйтіп бауырсақ түлкіге қалданып, түлкіге жем болыпты. Балалар тағы да оқимыз. Сендер енді басқа ертегіні, басқаша тақпақтарды маған оқып айтып беретін боласыңдар келесі сабақта. Жарай ма? Естідіңдер ме? Жарайды ғой да? Мансұр, жарай ма?